курстар 2022 жылдан бері бастау алған болатын. 2023 жылдың нәтижесі бойынша бізде 200-ге жуық жастарды оқыттық, сертификаттармен арнайы марапаттаған болатынбыз. Алдағы уақытта курстарды кеңейтіп, ауылдық округтерде, шағын аудандарда жоспарлаудамыз. 2023 жылы жастар орталығы ұйымдастырған ағылшын курсына қатыстым. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік болды, себебі осы курстың арқасында ағылшын деңгейімді жетіктіріп, өзім қазіргі таңда жастарға ағылшын тілінен сабақ беріп жүрмін. Шамалы 30 оқушыдай бар. Және де менің ойымша қазіргі жастар өзін дамытуға ұмтылуы керек, себебі ертеңнің қазіргі таңдауына байланысты.